Сүйелдің аяқ пен қолға шығу себебі. Қолға шыққан сүйел қатерсіз, табиғатынан вирусты болып келетін жара. Сырттай түйінге немесе үрпіге ұқсайды. Көп жағдайда оны 12-16 жас аралығындағы баланың қолында пайда болады. Өзге жаралармен салыстырғанда ешқандай зияны болмаса да, назардан тыс қалмауы тиіс. Біріншіден және соңында сүйел өршіп, ауырсыну сезімін тудырады. Ал қолдағы немесе аяқтағы жараның нақты сүйел екенін қалай ажыратамыз? Оны емдемес бұрын мұның нақты сүйел екеніне көз жеткізгеніміз абзал. Ол қандай болады? Бұл терінің үстіне жайғасатын қоңыр немесе сұр түсті кішкене түйін. Сыртындағы жабындысы жарқын немесе күңгірт түсті болады. Қолдағы немесе аяқтағы сүйелдің құрылымы қабат-қабат орам жапырақ секілді етті болып келеді. Қолдағы сүйел дөңгелек немесе сопақша болып келеді. Түсі сұр және басқан кезде ауырады. Ұстаған кезде қатты екені байқалады. Құрылымының ішінде қара нүктесі бар. Аяқ пен қолда сүйелдің пайда болу себебіне келсек. Адам папиллома вирусын жұқтырған кезде шығады. Жұғу жолдары. Вирус тасымалдаушымен тікелей қарым-қатынасы, мысалы қол алысу. Көпшілікке ортақ ылғалдылығы мол жерде жүру. Мысалы бассейн, сауна, монша. Папиллома вирусы көп уақыт адамның өзіне білінбеуі мүмкін. Байқасаңыз, қолдағы сүйел ойда жоқ жерде пайда болады. Оның пайда болуына әсер ететін факторлар: күйзелістің, дұрыс тамақтанбаудың, дәруменнің аз болуының, дұрыс ұйықтамаудың, таза ауа жетіспеуінің нәтижесінде иммунитеттің төмендеуімен байланысты. Терідегі микрожарақаттар мен микросызаттар, қол мен аяқтың шамадан тыс терілеуі, гигиенаның қарапайым ережелерін сақтамау, ыңғайсыз аяқ киім кию.